Past continuous tense. Learn English grammar easily. Teacher Nurrama. English teacher 5 years experience. Which sentence is correct? I watched TV when you called. Or I was watching TV when you called. Today we will learn past continuous. Бүгін видеода біз past continuous қашан қолданылады және құрылымы қандай және нақты мысалдармен үйренеміз. What is past continuous? Past continuous action in progress in the past. Past continuous дегеніміз не? Past continuous дегеніміз өткен шақта белгілі бір уақытта болып жатқан іс-әрекет. Формуласы subject, was немесе were, verb, етістікке ing жалғанады. Бірінші жақта және үшінші жақта was қолданамыз. Екінші жақта were қолданамыз. Мысалы, I was working, he was working, she was working, it was working. Ал енді көптік мағына беретін екінші жақтағы subjectтермен were қолданамыз. Мысалы, we were working, you were working, they were working. Ал енді болымсыз сөйлем жасағанда was бен were көмекші етістігіне not қосып айтамыз. Мысалы, I was not working, I wasn't working. He was not working, he wasn't working. Ал енді сұрақ сөйлем жасағанда was, were subjectің алдына шығып кетеді. Мысалы, what was I doing? Мен не жасап жатырмын? Where was I doing? Мен қайда жасап жаттым? Examples, мысалдар. I was studying at 8 p.m. Мен сағат 8-де сабақ оқып жаттым. She was cooking dinner. Ол кешкі ас дайындап жатты, немесе пісіріп жатты. They were playing football. Олар футбол ойнап жатты. Usage 1. Past continuous'ты қолданудың бірінші жағдайы. Action in progress in the past. Өткен шақта болып жатырған іс-әрекет. Example, мысалы, at 9 p.m. I was studying. Сағат 9-да мен сабақ оқып жаттырдым. At 6 p.m. she was cooking. Сағат 6-да ол тамақ пісіріп жатты. Usage 2. Екінші қолданылатын жағдай. Two actions in the past. Өткен шақтағы екі іс-әрекет бірге болғанда, белгілі бір уақытта. Example, мысалы, I was sleeping when you called. Сен хабарласқанда мен ұйықтап жаттым. She was walking when it started to rain. Жаңбыр жауып бастағанда ол серуендеп жүрді. Common mistakes. Жиі жасалатын қателіктер. Адамдар екі жерден көбінде қате жіберіп жатады. Біріншісі, example, I was watch TV. Бұл қате сөйлем. Дұрыс сөйлемде I was watching TV. Етістікке ing жалғап айту керек. Екінші қателікте, they was playing. Бұл қате сөйлем. Дұрыс сөйлемде they were playing. Яғни, көптік subjectте және екінші жақтағы subjectтерде біз was емес were көмекші етістігін қолданамыз. Practice. Практика жасайық. Мына жақшаның ішінде берілген етістікпен past continuous жасауымыз керек. Yesterday at 7 p.m. I. Бірінші жақта was болады ма, were болады ма? Was болады. Ал жақшаның ішіндегі етістікке ing жалғаймыз.
Сонымен I was studying. Yesterday at 7 p.m. I was studying. Кеше сағат 7-де мен сабақ оқып отырдым. Екінші сөйлем. They, олар, көптік subject play етістігімен құрауымыз керек екен. Етістікке ing жалғаймыз, ал көптік subjectте were қолданамыз. Сонда they were playing football when it started to rain. Жаңбыр жауып басталғанда олар футбол ойнап жатты. Үшінші сөйлем she. Үшінші жақтағы сөздерге біз was қолданамыз. She was cooking dinner at 6 p.m. Ол сағат 6-да кешкі ас жасап жатты. Mini test. Мына сөйлемді қалай past continuous'те жазамыз? Комментарийге жазып кетіңіздер. Егер сіз ағылшын грамматикасын нөлден үйренгіңіз келсе, менің каналыма жазылыңыз. Бұл каналда грамматика, vocabulary, speaking, real English бәрін қарапайым тілде үйренесіз.